Білесіз бе, ұшық-ұшық ырымын не үшін жасайды? Ауылда тұрып, ауылда өскен бала болғасын ба, әлде менің әжем ерекше болды ма, білмеймін. Әйтеуір қазақтың ырым дегеніне қатты сенемін. Қазіргі кезде әженің қызы, ауылдың қызы дегенге намыстанатын қалалық қыздар секілді емеспін. Шынында да ауылдан шықтым. Ауылбай деген сөзге де еш намыстанған емеспін. Керісінше ауылдан өте көп нәрсені үйренген сияқтымын. Қазір қалада тұрып жатсам да, өзім ана болғаннан соң, балаларыма көбіне әжемнен үйренген тәсілдерімді қолдана отырып тәрбиелеймін. Және сырқаттанып, аздап мазасыздана қалса да, әжемнен көрген әдістер бойынша емдеп жазып аламын. Әжем бала кезімізде сәл ауырыңқырап қалсақ, жер ұшық жасап отпен аластайтын. Содан 2-3 күн жазылып, жүгіріп ойнап кетуші едік. Бас айналып, жүрек айнып, тоңып, немесе дененің қызуы көтерілуіне байланысты ауруларды ұшыну деп түсініп, оған қолданатын емді ұшықтау деп атаған. Ұшықтаудың жалғыз ұшық, қазан ұшық, жер ұшық деген түрлері бар екен. Мен өте жеркеншек бала болып өстім. Содан да болар, көбінесе ұшынып ауырып қала беретінмін. Өзім жақсы білетін, жиі баратын, дастарханы маған жақсы таныс үйден басқа жерден ас ішпеуші едім. Егер көңіліме ұнамаса, ас ішсем немесе секем алсам, аузыма ұшық қаптап кететін. Әжемнен көргенімді жасағанда, балаларымның мазасызданғаны, сап тиылғанда қуанамын, шыны керек. Қазақтың ырым тиымының, наным сенімдерінің пайдасы болғанына, бала күнімізде құсып, не ішіміз өтіп ауырып қалсақ, дел сал болып, мазамыз қаша бастаса да, әжем кешке батып бара жатқан күнмен таласып, бізге жер ұшық береді. Екінші күні түк болмағандай шауып кетеміз. Ұшықтағанды балаға көз тигенде де қолданады. Мен қазір өзім де ырымдарды қатты ұстанамын. Балаларым сәл ауырып қалса, жер ұшық жасаймын. Отпен аластатам, дұғай оқимын. Балаға көз тиюдің де 2 түрі болады. Егер ер адамның көзі тисе, баланың денесі суып, өзіне өзі мазасызданып, кіші дәретке жиі отырады. Қолға тұрмай шалқалап жылайды. Егер әйел адамның көзі тисе, балалардың денесі қызып, шырқырап жылап, тәбетін нашарлап, мүлдем емшек ембей қояды. Мұндай жағдайда әжелер немерелерін тезірек ұшықтауға кіріседі. Кесеге су құйып, оның ішіне бір шым-шым тұз салады. Баланы ұстап тұрады, немесе өзі отыра алатын бала болса, отырғызып, баланы айнала жүріп, тұз салынған суды ұрттап балаға бүркейді. Ұшықтай жүріп, баламды тіл көзден дұшпанның назарынан сақта, Аллам деп айтып жүреді. Әбден кеседегі су таусылғанша осылай бірнеше рет қайталап ұшықтайды. Тағы да бір жолы күн батар уақытта баланы құбылаға қаратып отырғызады. Баланың қасында Фатиха сүресі дауысталып оқылады. Сүре аяқталған соң аузымен бүркегенде баланың денесі түтіркену керек. Баланың денесі дір етіп суды сезінуі маңызды. Содан соң баланы жып-жылы орап жатқызады. Бала жақсылап, терлеп, құлантағы айғады. Жер ұшықты баланың көзі қарауытып, басын көтере алмай, құсып, мүлдем тамақ ішпей қалса жасайды. Баланың күн ұясына батып жатқан сәтте сыртқа шығарып, құбылаға қаратып отырғызады. Фатиха сүресін оқиды да, баланы сәждеге басын тигізеді. Баланың маңдайы жерге тиіп тұрғанда анасы, «Я, Аллам, балам ұшынған жоқ, қара жер ұшынды» деп 3 рет айтады. Содан соң баланың басынан сипалап, сол сипалаған күйі қолын жерге тигізеді. Барлық ауру қара жерге кетті деп тұрғызады. Содан соң баланы артына қаратпай үйге алып кіргізеді. Жылы орап ұйықтатады.
Өте керемет ем. Абайсызда құлаған баланы шошынудан, бәле жапсудан сақтау үшін баланың құлаған жеріне алақанын тигізіп, сонан соң ұшық-ұшық, Алла бәледен сақтай көр, көзге көрінер-көрінбес бәледен сақтай көр деп алақанын баланың ауырсынған жеріне тигізеді. Осылай 3 рет қайталайды. Кейбіреулер ұлтарақты өртеп, түнімен көз тиген баланы аластап жатады. Әркімнің өзінің сеніміне байланысты шығар, бірақ баланың жылағаны, сап тыйылғанын көргенде шынында да таңырқайсың. Кез келген дерт ұшынып кетпес үшін әуел баста жер ұшық жасаған өте дұрыс екен. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым және арнамның қонақтары, сіздер бұл қазақтың ырымына сенесіз бе? Өзіңіздің ой пікіріңізді, алған әсеріңізді пікір бөліміне қалдыра кетсеңіз деген өтінішім бар. Егер әңгіме ұнаса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, менің күнбе-күн оқитын ғибратты, мағыналы, жаңа өмірге деген мотивациялық қағидаларды, салт дәстүрлер туралы әңгімемді жіберіп алмай тыңдап отырасыз. Келесі менің арнамда кездескенше хош, сау болыңыздар.